Эй, түлкі тоқта, сен тұтқындаласың. Қойш, түлкі болғаным үшін бе? Жоқ, қазақ тілін білмейтінің үшін, поэзия оқымайтының үшін, білемін деп өтірік айтатының үшін. Оны кім айтты саған? Міне, қазақ тілін біледі деген рұқсат қағазым бар. Дәлел осы, сау болшы. Өтірік, Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасын білесің бе? Ой, қоян, оны кім білмейді дейсің? Өзің білмейтін шығарсың. Әуелі өзің жаттап ал. Сен маған олай жала жаппа, мен білемін. Қазақ ақынының қуатты сөзін барлығы да біледі, мыналары да біледі. Сен енді маған мынаны айтшы, Шоқан Уәлихановты білесің бе? Оны да білемін. Қазақтың ұлы ғалымы. Биыл 160 жылдығы. Қазақ мемлекеті өз тұлғаларын дәріптеуге келгенде аянып қалған емес. Ұлы тұлғаларды ұлықтайды. Ей, оны сен қайдан білейін деп едің? Керек болса, сенің әке шешеңді де білемін. Сен ешкімнен кінә іздеме, өз тағдырың абай болсаңшы. Сен маған қазақ тілін білмейсің деп жала жаппа, мен білемін. Керек десең жаңағы Жұбан Молдағалиді да білемін. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Ал бұған не дейсің? Ал енді қоян, менің қазақ тілін білетініме көзің жеткен шығар? А? Ей, мынау қайтеді ей? Үйіңе бар, менің соңымнан ере берудің қажеті жоқ. Ей, сен маған олай бұйрық берме. Сосын менің әке шешемде де шаруаң болмасын. Мен өзім білемін. Болды, доғар енді артық сөзіңді. Жаңадан бері бір нәрсені айтып шаршамадың ба? Қоян, әркім өз жолын білуі керек. Сен алаңдайтында ешқандай мәселе жоқ. Қазақтың тілі өлмейді, мәңгі жасайды. Сол есіңде болсын, сау бол.